Бір күндік меню. Таңғы асқа құймақтар пісірдім, жанына витаминный салат жасадым. Ал түскі асқа қамыр ашытып, булочка пісірейін дедім. Салмасына бізде капуста мен жуа. Екінші салмасына картоптан пюре жасадым. Қамырларым көтерілген соң, оқтаумен жайып, картоп пен капустаны салып жібердім. Ішіндегі салмалары қашып кетпесін деп, жақсылап басып бекіттім. Жартысын майға шомылдырдым, қалған жартысын духовкада загар алуға жібердім. Ал кешкі асқа осындай қып-қызыл, өте дәмді борщ. Ұлыма дүкеннің согын алып бермейтін болғандықтан, үйден жиі компот жасап берем. Ал сіздер де балаларыңызға жиі жасайсыздар ма? Айтпақшы достар, мен YouTube каналды дамытып жатырмын. Ғалия Сұлтан деп іздесеңіздер шығады. Плейлисте деген бөлімге өтсеңіздер, осындай папкалар шығады. Бұл жерге мен әртүрлі распаковкалар, рецептілер, және де әртүрлі блогтар түсіріп салып отырамын. Міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып қойыңыздар.